Аяз би ертегісі. 1 бөлім. Ертеде Мадан деген хан болыпты. Ханның 40 уәзірі болған екен. Бір күні хан уәзірлеріне мәжіліс жасап: «Уәзірлерім, сендер 40-ың асып туған ақылды данышпан етіңдер. Мен сендерді бір жұмысқа жұмсайым. Сендер маған дүниедегі адамның жаманын, шөптің жаманын, құстың жаманын тауып әкеліңдер. 11 ай уақыт берем. Сол 11 айдың ішінде тауып келмесеңдер, жазалы боласыңдар», деді. Хан бұйырған соң амал жоқ. Уәзірлері өзара ақылдасып, іздеуге кіріседі. Көп іздеп, азап шегіп, шеңгел деген шөпті тауып, өзі тікен, арасынан жүрсе киім жыртады, мал жемейді екен. Шөптің жаманы осы ғой деп шеңгелді алады. Қырғауыл деген құсты тауып, үстінде жүні жоқ, ұсқыны келіссіз, құстың жаманы осы екен деп қырғауылды атып алады. Енді адамның жаманын таба алмай, 40 уәзір келе жатса, таудың етегінде, үстінде жыртық тоны, басында тері тымағы бар бір адам 5-10 қой бағып жүр екен. Уәзірлер: «Адамның жаманы сірә осы болар-ау» деп тұрғанда, әлгі адам: «Уа, мырзалар, жол болсын» деді. Уәзірлер ханның сондай бір жұмысқа жұмсағанын, шөптің, құстың жаманын тауып, ал адамның жаманын таба алмай жүргендерін айтады. Жаман тұрып: «Түсінікті. Адамның жаманы бұл керек болса, мен болам» дейді. «Олай болса жарайды» деп, жаманды атына мінгестіріп алып, ханға жөнеледі. Ханға келе жатып жаман: «Адамның жаманын тауып алдыңдар. Бірақ шөптің жаманы мен құстың жаманын таба алмаған екенсіңдер. Шөптің жаманы қара қоға, ал құстың жаманы сауысқан ет» деп, уәзірлерге қырғауыл мен шеңгелді тастатып, олардың орнына қара қоға мен сауысқанды алдырған. Уәзірлер мәнісін сұрайын деп еді. Хан алдында айтам деп, жаман сөйлемеді. Уәзірлер келген соң, хан әкелген адамға қарап: «Әкелген адамдарың жарайды. Қазірге аспазға апарыңдар. Көже мен нан берсін, сыйласын. Ертең ортаға алып тамаша етеміз» деп, жаманды ас үйге жібертеді. «Бірақ» дейді хан, «құстың жаманы мен шөптің жаманын таба алмаған екенсіңдер. Құстың жаманы қырғауыл, шөптің жаманы шеңгел еді. Осыны көре тұра, бұларды әкелулеріңнің не мәні бар еді» деп, хан уәзірлерге қатулана бастайды. Сонда уәзірлер: «Тақсыр, айтқаныңыз дұрыс. Біз шөп жаманы деп шеңгелді, құс жаманы деп қырғауылды алып ек. Бірақ жолшыбай әлгі жаман, шөптің жаманы қара қоға, құстың жаманы сауысқан деп, бізге оларды тастатып, қара қоға мен сауысқанды алдырды» деп жауап береді. Хан аз кідіріп: «Жаманның не білгені бар екен? Шөптің жаманы қара қоға, құстың жаманы сауысқан екенін қайдан біледі? Алып келіңіздер, сұралық» деп бұйрық етеді. Жаманды ханға алып келеді. Хан жаманның бетіне қарап: «Мен құстың жаманы қырғауыл, шөптің жаманы шеңгел деп ойлаушы ем. Сен оларды уәзірлерге тастатыпсың. Сен шөптің жаманы қара қоға, құстың жаманы сауысқан екенін қайдан білдің?» дейді. «Тақсыр хан, 50 жасқа келіп жаман болған жоқпын. Жасымнан ақ жаман ем. Өмірім отын, су тасу мен кісі есігінде құлшылықта өтті. Сол уақытта шеңгелді әкеліп отқа жақсам, кешке жаққан отым ертеңіне дейін сексеуілдің шоғындай жайнап жататын еді. Сол уақытта киім жыртып мал жемейтін шеңгел отын болып пайдаға асады екен-ау деп ойлаған ем. Ал енді қара қоғаны алып отқа жақсам жанбайтын еді. Үрлесем, жалыны мен шоғы бірге сөніп, күлі бұрқырап, үйдің ішін алып кететін еді. Отқа жанбаған соң апарып малға салсам, барлық мал мұрнын шүйіріп жемейтін. Содан соң
Қарақоға тіпті пайдаға аспайтын шөп екен деп ойлаушы ем. Қарақоғаның жамандығын содан білдім дейді жаман. Ал сауысқанның жаман екенін қайдан білдің дейді хан. Қырғауылдың қанаты барда, жүні жоқ болса да, адамның пайдасына жарайтын құс еді. Біреудің сиықсыз болуы оның жаратылысынан. Қырғауылдың айыбы тек сиықсыздығы. Ал сауысқанның жүні ала болғаны сияқты өзі де ала, бірлігі жоқ. Екеуі бірігіп ұшпаған, екеуі бірігіп қонбаған, адам пайдасына аспайтын құс еді. Сондықтан құс жаманы сауысқан деймін. Сауысқан мен Қарақоғаның жамандығын білдің. Енді өзіңнің жамандығыңды қайдан білдің дейді хан. Уа тақсыр, менің жасым 50-ге келді. Мен қатарлылар әйел алып бала көрді. Келін жұмсап қызық көріп отыр. Мен қайда болса сонда, әлі күнге дейін әркімнің атына мінгесіп, басқа біреудің құлшылығында жүр. Енді мен жаман емей жақсымын ба деп жаман ханға қарайды.